Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің тақырып электр зарядтың сақталу заңы, қозғалмайтын зарядтың өзара әрекеттесуі, кулон заңы. Біздің білетініміз, денелердің электрленуі зарядтың сақталу заңы, кулон заңы. Және кулон заңының зарядтар шамасына және екі зарядтың арақашықтық тәуелділігін зерттей отырып есептер шығару. Жалпы 1911 жылы Резерфорд күн жүйесіне ұқсас атомның планеталық моделін ұсынды. Жалпы атом құрылысы электрон, протон және нейтроннан тұрады. Нейтрон теріс зарядталған, электрон теріс зарядталған, протон оң зарядталған және нейтрон бізде бейтарап екендігін анықтады. Элементар заряд, яғни зарядтың ең элементар бөлшегі электрон заряд деп аталады. Оның мәні 1,6 көбейтілген оның минус 19 дәрежесі кулонға тең, яғни минус дәрежемен. Егер де плюс 1,6 көбейтілген оның минус 19 дәрежесі кулон болса, онда біз оны протонның зарядының шамасы деп айта аламыз. Алдарыңызда протон, нейтрон, яғни атомның ядросының құрылысы көрініп тұр сіздерде. Келесі электр зарядының сақталу заңы. Электр зарядының, яғни денелердің зарядталғандығын анықтап, зарядты салыстыру үшін электроскоп деген құралмен танысқан болатынбыз. Яғни оны 1745 жылы орыс физигі Рейхман ойлап тапқан. Онда электроскоптың металл корпусы болады. Корпусы мынандай корпусы. Және алдыңғы жағында және жабылған шынымен жабылады, қапталып, мына жерде шкала сызықтары болады. Бұл екі зарядталған дененің зерттеу барысындағы көрінісін көруімізге болады. Егер де біз мына жерге металл таяқшаны қойған жағдайда жаңа зарядтың шамасының екіге бөлінгендігін көреміз. Ал екіге бөлінген зарядты қайта біріктіргендегі мына жердегі бір зарядтың мәніне тең болады. Бұдан нені түсінуге болады? Бұдан зарядтардың сақталу заңы, яғни тұйық жүйеде жүретін кез келген процесс барысындағы зарядтардың барлық алгебралық қосындысы өзгермей тұрақты болып қалатындығын дәлелдеді. Бұл бізде зарядтың сақталу заңы, яғни оның математикалық өрнегін қарастыратын болсақ, Q1 қосылған Q2 қосылған Q'дің n дәрежесі констант болып сақталады. Яғни бізде барлық электр заряды ең кіші электр зарядының еселік болып келетінін білдік. Ең кіші элементар зарядты біз элементар заряд деп атадық. Оның оң элементар зарядты протон дедік, теріс элементар зарядты біз электрон деп атадық. Электрон деп атадық. Енді келесі. Және осы зарядтардың өзара әсерлесу күшін анықтау үшін айнымалы таразы, кейде иірмелі таразы деп те жүреді, соның көмегімен анықтаған. Мұнда бізде бір зарядтың шамасын берген кезде екеуі тебілген жағдайда мына жердегі шкала санына қарап зарядқа әсерлесу күштерін анықтай аламыз. Енді анықтау барысында біз зарядтың шамасын нүктелік заряд, яғни берілген жағдайда өлшемдерін ескермеуге болатын зарядталған денені біз нүктелік заряд деп атаймыз. Енді осы зарядтардың өзара әсерлесу күші неге тәуелді деген сұрақ туындайды. Егер де біз зарядтарымызды белгілі арақашықтығын алыстата беретін болсақ, онда күштің әлсірей бастағандығын, ал жақындатқан жағдайда күштің көбейгендігін көруге болады. Келесі өзара әсерлесу күшінің графигін қарап көрейік. Екі ер болған жағдайда біздің күшіміз 4/1 F-ға тең болды. Яғни қашықтық артқан сайын күшіміз, әсерлесу күші қалай азайып бара жатыр. Осы негізде кулон өзінің заңын тұжырымдады. Яғни әр аттас зарядтар бір-бірін тартады, оң заряд, теріс зарядтар, ал аттас зарядтар бір-бірін тебеді. 2 минус болса, 2 плюс болса, екеуі бір-бірін тебеді. Осы зарядтардың өзара әсерлесу күшін анықтау үшін жаңағыдай арақашықтыққа кері пропорционал және зарядтардың шамасының тура пропорционал екендігін анықтады. Бұндағы К дегеніміз кулонды тұрақты, 9 көбейтілген оның 9 дәрежесі ньютон метр квадрат бөлінген кулон квадрат. Диэлектрлік электротұрақтысы деп аталады бізде эпсилон 0, ал эпсилон дегеніміз ол диэлектрлік өтімділік. Яғни біз кулон заңын екі жағдай үшін қарастыра аламыз. Белгілі бір орта үшін десе, онда
Кулон заңы осылай сипатталады математикалық өрнегі. Ал вакуум үшін десе, онда Кулон заңын осылай математикалық өрнегін жаза аламыз. Енді келесі балалар сіздерге Кулон заңының зарядқа және екі заряд арақашықтығына тәуелділігін тәжірибе жүзінде зерттеу үшін білім сайтындағы симулятор зертханалық жұмысын орындап көруге кеңес беремін. Қазір сіздерге сілтемесін жіберемін. Яғни ол сіздер ашқаннан кейін сіздер өздеріңіз мына зарядтың шамаларын өзгерте отырып, арақашықтығы 3 сантиметр болған кездегі күшін анықтаймыз. Және тағы да -10 микрокулон және 10 микрокулон болған кезде арақашықтығы 3 сантиметр болған кездегі күшін анықтаймыз. Және 6 болған жағдайда, бірінші жағдайда -4 Q1-іміз, екінші жағдайында бірінші заряд -6 микрокулон, екінші жағдайында екінші заряды 6 микрокулон. Енді берілгендерін жазсақ, міне бірінші жағдайда -4 пен 5 болған жағдайда, екінші жағдайда -6 и 6 кулон болған жағдайда, үшіншісі кішкене зарядтарын арттырдық. Үш жағдайда арақашықтықтар бірдей 3 сантиметр. Сондағы күштерді анықтай келе, вакуум үшін анықтап жатырмыз. Сонда бізде, яғни бірінші зарядтардың шамасы азырақ болған кезде 200 ньютон болғандан көріп отырмыз. Зарядтың шамасы сәл артқан жағдайда 360, ал одан сәлірек көбірек болғанда 1000 ньютонға дейін жетті. Бұл нені түсіндіреді балалар? Яғни зарядтың шамасы артқан сайын күштің мәні қайтеді екен? Артады екен. Келесі зарядтың шамалары қалады. Енді біз арақашықтығын өзгертеміз. Бастапқыда 3, одан кейін 8 сантиметр қалайық, сонда қалай мәнге өзгереді екен? Бастапқыда зарядтардың шамаларының барлығы бірдей, арақашықтығын өзгертеміз. Бастапқыда 3 сантиметр, 5 сантиметр, 8 сантиметр болған кездегі әсерлесу күші неге тәуелді? Есептің шығару жолына қарап отырғандай, қарасаңыздар, яғни күштің азайып бара жатқанын көруге болады. Бұдан нені түсінуге болады? Яғни Кулон заңы күштерге тура пропорционал, арақашықтың квадратына кері пропорционал екенін анықтауға болады. Келесіде алдарыңызда мынандай есеп беріліп тұр. Әрқайсысының шамасы 40 нанокулон болатын екі зарядтың қалыңдығы 1 сантиметр слюдамен бөлінген. Олар өзара 18 миллиньютон күшпен әсерлеседі. Слюданың белгілік өтімділігі қандай дейді. Яғни белгілі бір ортада десе, онда Кулон заңының математикалық өрнегін эпсилон r квадрат деп жазып аламыз. Барлық мәндерді жазамыз. Әр қайсы десе 2 кулон зарядтың шамасы, арақашықтығы 1 сантиметр, әсерлесу күші 18 миллиньютон. К-ның мәні тұрақты жазып аламыз. Табу керек эпсилонды, диэлектрлік өтімділікті. Міне барлық мәндерді орнына қойып, міне түрлендірулер келтіріп, барлық мәнді орнына алғанда 8 деген жауапты алдық. Келесі есеп. Бірдей оң зарядты екі дене керосинге 18 миллиньютон күшпен әсерлеседі. Бұл денелердің арақашықтығы 24 сантиметр болса, әр дене қанша электрон жоғалтады дейді. Әр дене. Берілгені күш, әсерлесу күштері берілген, арақашықтығы берілген, тұрақты мәнді жазамыз. Яғни керосин десе, керосиннің диэлектрлік өтімділігі кестеде берілген, содан қарап жазамыз. Енді бізге дене қанша электрон жоғалтады деп тұр. Электрон десе, біз білеміз жаңағы ең элементар зарядтың мәнін аламыз. 1,6 көбейтілген 10-ның -19 дәрежесі кулонды аламыз. Осы бойынша міне белгілі бір ортадағы, яғни керосиндегі кулонның заңының математикалық өрнегін жазып аламыз. Зарядтар бірдей, куб квадраттағы табу үшін міне түбірдің астында күш эпсилон r квадрат бөлінген к деген өрнекті алып алдық. Біз бұрынғы зарядтың, яғни кез келген зарядтың шамасын анықтау үшін элементар заряд қайтеді, еселенеді деген формуланы біз білетінбіз. Q тең болады NE деген. Осы жерден N санын табу үшін Q'ді E'ға қайтеміз, бөлеміз. Яғни мына формуланы апарып, мынаның орнына қоямыз, осы арқылы санын анықтаймыз. Сонда анықтағанда бізде, яғни 3 көбейтілген 10-ның 12 дәрежесінде электрон бөлінеді екен. 3 көбейтілген 10-ның 12 дәрежесінде
бөлінеді екен. Міне білімленд сайтына кіргеннен кейін сіздер мына тектерін жылжыта отырып, міне микрокулон, милликулон деп өзгертіп бір кулонға болады 3 сантиметр аралығында есептеп алады. Күш мәнін келтірмей ақ былай көре салуға да болады. Сандық мәнін келтірмей ақ, иә. Былай жылжыту арқылы міне. Ал негізі сандық мәнімен тұрғаны жақсы, бізге нақты көрініп отырады, иә. Осылай қарастырып, тәжірибені қарастырып, жаңағы қорытындыны қорытындылаймыз өзіміз. Яғни қорытындыны мен жаңа айтып кеттім, иә. Зарядтардың шамасына тура пропорционал, арақашықтың квадратына қандай екен? Кері пропорционал дедік.